Айолым, негізі әрбір ер жігіт толысып, бойына күш қуаты дарыған сезінген сәтте адреналин алатын нәрселерге қызыға бастайды. Мысалын, парашюттан секіру, көліктің жылдамдығын арттыру және мотоциклға құмарту секілді көптің көңіліне қорқыныш ұялататын нәрселерге бас алмай кіріп кеткісі келіп тұрады. Жастықтың оты жалындап тұрғанда көп адамдар мотоциклді жүргізуді үйренеді. Бүгін дүниежүзілік байкерлер күні. Екі дөңгелекті құйындай зулайтын мотокөліктерді тізгіндеген жүргізушілер туралы сюжет көрейік. Байкер бұл сөзді естігенде көпшілігі еріккеннің ермегі деп түсінеді. Бұл орында да. Өйткені екі дөңгелекті тұлпарды тізгіндегендер көшені шулатып, жиі-жиі апат жасайтыны өтірік емес. Алайда біз айтпақ болып отырған байкерлердің жөні бөлек. Олар ешбір жарысқа қатыспайды, тек ел, жер аралап іс-шаралардың басы қасында жүреді. Мотоциклдер тура көліктер сияқты бөлінеді әртүрлі классқа. Жоғары жылдамдықпен жүретін мотоциклдарды спорт байк дейді. Солар жарысқа қатысатын. Ал біздікі ондай емес. Біздікі тек қана қаланың ішімен жүруге, алыс сапарға жүруге арналған мотоциклдар ғой біздікі. Жалпы ашық дереккөздердегі ақпаратқа сенсек, байкер деген атау 1950 жылдары ақш елінде пайда болып, кейін Еуропаға, одан кейін КСРО елдеріне тарай бастады. Ал Қазақстанға келер болсақ, байкер қауымы нақты қашаннан бастап көбейе бастағаны белгісіз. Белгілісі жаңа атау ең алдымен Алматыда қалыптасты. Және уақыт өткен сайын мотоциклді серік саны артып келеді. Мотоциклистердің бауырластығы өте мықты. Өте мықты. Мысалы, кез келген қалада болсын, басқа мемлекетте болсын, егер бізде бірдеңе болып қалса, мотоцикл сынып қалса, әлде аварияға ұшырып қалсақ, міндетті түрде келеді. Сол жақта тұратын мотоциклистер келіп, міндетті түрде керек көмекті береді. Ескеретін жайт, байкер ешқандай да кәсіп емес, хобби. Өйткені байкер атанып жүргендердің бірі дәрігер, бірі кәсіпкер, енді бірі басқа мамандық иесі. Сондықтан сапарға шықса да, іс-шараларға қатысса да, шығын тек өз қалталарынан. Бірақ бұған олар аса мән бермейді. Себебі сүйікті іспен айналысып, түрлі саяхатқа шығу байкерлердің басты мақсаты. Маржан Үсіпбек, Айтжан Отызбаев, арнайы Қайырлы таң үшін.